Сәлематсыңдар, білім алушылар. Сендермен бірге математика пәні оқытушысы Әбдісана Ұлбосын Әбдісана қызы. Менеджмент мамандығына экономистерге арналған математика пәнінен кезекті қашықтықтан оқыту сабағымды бастаймын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туынды көмегімен функцияны зерттеп, графигін салу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты туынды көмегімен функцияны зерттеп, графигін салу алгоритммен танысу. Осы алгоритмді пайдалана отырып, туындыларды көмегімен функцияны зерттеп, графигін салу. Енді бізге y тең f(x) функциясы берілсін. Функция бұл түрде, бұл жалпы жағдайда беріліп тұр. Бұндағы x дегеніміз айнымалы, тәуелсіз айнымалы, немесе аргумент деп аталады. Ал y дегеніміз мұнда функция. Осы функцияны туынды көмегімен қалай зерттеп графигін саламыз. Ол үшін бірінші берілген функцияның анықталу облысын табамыз. Анықталу облысында y деп белгілейміз. Мәндер жиын табамыз. Мәндер жиынын y әрпімен белгілеймін. Екінші, осы берілген функциялардың жұп тақтылыққа зерттеймін. Ол үшін берілген функциядағы x-тің орнына минус x мәнін қойып есептеймін. Яғни f минус fx-қа тең болатын болса, бұл тақ функция болып табылады. Ал егер x-тің орнына минус x-ті қойғанда берілген функцияның өзі шығатын болса, ол функция жұп функция болып табылады екен. Үшінші, функцияның координаталар өстерімен қиылысуын табамыз. Яғни координата екі өсі бар, ox өсі бар және oy өсі бар. Осы ox өсімен қиылысуы функцияның нөлдері деп аталады. Координата өстерімен қиылысуын білу үшін y тең 0 немесе fx тең 0 теңдеуін шешеміз. Төртінші, таңба тұрақтылық аралыққа зерттейміз. Таңба тұрақтылық аралықтары дегеніміз функцияның қай аралықта оң, қай аралықта теріс мәндер қабылдайтыны таңба тұрақтылық аралықтары деп аталады екен. Таңба тұрақтылық аралықтарын табу үшін y үлкен 0-дан немесе fx үлкен 0-дан теңсіздігін шешеміз. Бесінші, функцияны туынды көмегімен зерттегенде бесінші алгоритмі функцияның берілген туындысын табамыз. Және туындысын 0-ге теңестіре отырып, сындық нүктелерін табамыз. Және өсу аралығын табамыз, кему аралығын табамыз. f(x) 0-ден үлкен болатын болса, бұл функцияның өсу аралығы болады. f(x) 0-ден кіші болса, бұл функцияның кему аралығы болады екен. Және экстремум нүктелерін табамыз. Егер туындының таңбасы x0 нүктесінде плюстен минуске өткетін болса, бұл максимум нүктесі болады, ал минустен плюске өтетін болса, бұл минимум нүктесі болады. Немесе оған қарапайым мысал ретінде, мысалы американский горкаларды алатын болса, жоғарғы шыңына жетеді, төмен қарай түсетін болса, бұл максимум нүктесі деп алынады екен, ал төмен түсіп жоғарғы шығатын болса, бұл минимум нүктесі болып табылады екен. Және де алтыншы кесте сызады екенбіз, жетінші берілген функцияның графигін сызамыз. Осы алгоритмді пайдалана отырып, келесі мысал алып, осы алгоритм бойынша жұмыстар жасап көрейік. Қазір енді мысалдар талдаймыз. Ал енді білім алушылар қараңдар, бізге мынандай мысал берілген. f(x) функциясы берілген, x-тің кубы минус 3x квадрат функциясы берілген. Осы функцияны туынды көмегімен зерттеп, графигін салуымыз керек. Енді туынды көмегімен зерттеу алгоритмін пайдаланамын. Бірінші берілген функцияның анықталу облысын табам. F тең болады нақты сандар жиыны. Неге нақты сандар жиыны болды? Анықталу облысы дегеніміз мына x-тің қабылдайтын мәндері. Мына x-ке минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кез келген санды беруге болады екен. Яғни бұның анықталу облысы нақты сандар жиыны. Ал мәндер жиыны бұл функцияның бұлда нақты сандар жиыны болады. Себебі анықталу облысы нақты сандар жиыны болды. Себебі неге нақты сандар жиыны болды? Бұл екі мүше екен. Сондықтан
бұның анықталуысы нақты сандар жиыны болды. X қандай мәндер қабылдайды, Y соған байланысты өзгереді. Екінші, берілген функцияның жұп тақтығын табамын. Жұп тақтығын табу үшін мына жердегі X-тің орнына минус X мәнін қойып есептеймін. Яғни F минус X тең болады. Минус X-тің көбі қос азайтылған 3 көбейтілген минус X-тің квадраты тең болады. Қараңыздар, мұнда теріс болып тұр. Тақ дәрежесі одан минустан шығады. X-тің кубы. Мұнда теріс болып тұр. Дәрежесі жұп болып тұр. Бұндан оң таңба шығады. Яғни минус 3X-тің квадраты. Енді қараңыздар, бұл берілген функция жұп болу үшін дәл өзі шығу керек. Бізде функцияның дәл өзі шыққан жоқ. Бұл жұп функция бола алмайды екен. Ал тақ функциясы шығу үшін, бұл жалпы функцияның тақ функциясы шығу үшін минус X-тің көбі минус 3X квадрат шығу керек. Сондықтан бұның жерді қарайтын болсақ, бұл тақ функцияда шықпайды екен. Яғни бұл функциямыз жұпта, тақта емес екен. Бұл функциямыз жазамыз жұпта, тақта емес екен. Тақта емес. Үшінші, функцияның координаталар өстерімен қиылысуын табамыз. Бағана айтып өттім, екі координата өсі бар. OX өсі бар және OY өсі бар. Үшінші жазамын. OX өсімен қиылысуы. OX өсімен қиылысуы. Оны білу үшін Y-ті 0-ге тең деп аламын. Y тең 0-ге. Немесе Fx тең 0 деп алып, теңдеуді шешемін. Яғни X-тің кубы минус 3X-тің квадраты тең 0-ге. Бұл жерде X-тің квадратын жақшаның сыртына шығарам. X минус 3 тең 0-ге. Бұл жерден екі түбірінде X-тің квадраты тең 0-ге болады, және X минус 3 тең 0-ге. Яғни, бұл жерден X бірінші түбірін табатын болсақ 0-ге тең, X екінші түбірі 3-ге тең. Сонда X өсімен 2 нүктеде қиылысып өтеткен. 0 нүктесінде қияды, және 3 нүктесінде қиып өтеді. Сонда жазып қояйын, O нүктесі X-ім 0 болғанда, Y-іміз 0-ге тең болды, және V нүктесі X-іміз 3-ге тең болғанда, Y-іміз 0-ге тең болды. Бұл OX өсімен қиылысуы. Енді OY өсімен қиылысуын табайық. OY өсімен қиылысуын табамыз. Қиылысуын табу үшін X-ті 0-ге тең деп аламын. X тең 0-ге. X-ті берілген функцияның орнына, X-тің орнына 0-да барып қоям. Сонда Y-іміз шығады екен бұл жерден 0-ге. Яғни OY өсімен де 0-дан 0 нүктесінде қиылысады екен. Енді төртінші таңба тұрақтылық аралыққа зерттейміз. Төртінші деп қояйын мұнда. Таңба тұрақтылық аралығын табамыз. Таңба тұрақтылық аралықтары дегеніміз қай аралықта оң, қай аралықта теріс мәндер қабылдайтыны. Бұны білу үшін берілген F табу үшін Fx үлкен 0-дан немесе Y үлкен 0-дан теңсіздігін шешеміз. Яғни X-тің кубы минус 3X-тің квадраты үлкен 0-дан. X-тің квадратын жақшаның сыртына шығарып жүрейін. X минус 3 үлкен 0-дан. Бұл жерден біз екі түбірін тауып қойдық. X бірінші түбіріміз 0-ге тең болды. X екінші түбіріміз 3-ге тең болды. Осы нүктелерді сан өсінде белгілеймін. Сан өсін алды, мінеки. Сан өсінің бағытын көрсеттім. X өсі. Сан өсінің осы сан өсті екі нүктені белгілеймін. 0 нүктесі және 1, 2, 3 нүктесі. Аралықтарға бөлем. 1 аралық, 2 аралық, 3 аралық. Осы аралықтардағы таңбаларын табуым керек. Қалай табамын? Ол үшін интервалдар әдісіне саламын. Минус шексіздіктен 0-ге дейін бір санды аламын. Минус шексіздіктен 0-ге дейін минус 1-ді алайын. Минус 1-дің квадраттаймын. Плюс минус 1, минус 3, минус. Сонда
минус болды. Плюсті минусқа көбейтетін болсақ, таңба мына аралықта минус. 0 мен 3-тің арасында тағы да бір сан алайын. 0 мен 3-тің арасында 2-ні алайын. 2-нің квадраты 4. 2-нің квадраты таңба плюс 2 минус 3. 2-ден 3 тасам, таңбасы минус 1 шығады. Қорытынды таңба минус. Мына аралықта минус. 3 пен плюс шексіздіктің аралығында таңба плюс болады екен. Сонда жазамын. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де 0-ден 3-ге дейін fx кіші 0-ден. Ал неге кіші 0-ден болды? Себебі таңбасы минус. Ал 3-тен плюс шексіздікке дейін fx үлкен 0-дан. Неге үлкен болды? Таңба плюс қойылып тұр. Келесі 5-ші, бұл функцияның сындық нүктелерін табам. Сындық нүктелер қалай табылады? Мұнда жазайын. 5-ші сындық нүктесін табу үшін берілген функцияның туындысын табам. Яғни f'(x) тең болады x-тің кубы минус 3x-тің квадратының туындысын табатын болсам, тең болады 3x-тің квадраты минус 6x-ке тең. Туындыны 0-ге теңестірем. f'(x) тең 0-ге. Яғни 3x-тің квадраты минус 6x тең 0-ге. Бұл жерден, яғни 3x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x минус 2 тең 0-ге. Әрмен қарай 3x тең 0-ге. Нерде? x минус 2 тең 0-ге. Нерде? X табатын болсақ, біріншісі 0-ге тең, x екіншісі бұл жерде де 2-ге тең болды. Яғни 2 сындық нүктесі бар екен. 0 нүктесі және 2 нүктесі. Осы енді функцияның өсу, кему аралығын табам. Функцияның өсу, кему аралығын табу үшін туындыны 0-ден үлкен деп аламын. Яғни f'(x) туынды үлкен 0-дан. Бұл жерден берілген тең 3x квадрат минус 6x үлкен 0-дан. Біз түбірлерін тауып қойдық. 1, 2 түбірлерін таптық. Осы түбірлерді сан өсінде белгілеймін. Сан өсін алдым, бағытын алдым. Сан өсінде осы нүктелерді белгілеймін. 0 нүктесі және 1, 2 нүктесі. 2 нүктесі аралыққа бөлем, таңбаларын табам. Тең болады. Қараңыздар, мынау квадрат теңсіздік. Квадрат теңсіздіктің алдында тұрған санды қарайық. Санда 3 деген оң сан тұр. Онда таңба қойылады. Плюс, минус, плюс. Сонда жазамын. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, 1-ге де, 2-ден плюс шексіздікте дейін функция өспелі. Ал 0 мен 2-нің арасында функция кемі мелі. Себебі таңба қандай болып тұр? Минус болып тұр. Мына аралықта таңба плюс болды. Енді осы 2 нүкте аралығындағы 2, 0 және 2 нүктелеріндегі қандай нүктелер екен, соны ажыратып алайық. Қараңыздар. Таңбаны қараңыздар. Туындының таңбасы плюстен минус өзгерді. Онда бұл 0 нүктесі деген максимум нүктесі болып табылады екен. 2 нүктесінің маңайын қарай. 2 нүктесінің маңайында туындының таңбасы минустан плюсқа өзгерді. Онда бұл минимум нүктесі болып табылады екен. Осы максимум, минимум нүктелеріндегі берілген функцияның мәнін есептейін. Мұнда жазайын, яғни x максимум нүктесі де функцияның мәнін есептейін. Максимум нүктесі тең болды мұнда 0-ге, яғни f 0-дегі мәнін табатын болсам, бастапқы функцияға барып қоям. 0-дің кубы 0, 0-дің квадраты 0, яғни бұл жерде шығады екен 0-ге тең екен. Екінші, x минимум нүктесі болып тұр. Минимум нүктесі 2 болып тұр. 2 нүктесіндегі функцияның мәнін есептеймін. f2-дегі функцияның мәнін есептеймін. Тең болады. Мұнда барып қоям. 2-нің кубы 8. 2-нің квадраты 4. 4-ке 3-ті көбейтсем 12. 8-ден 12-ні алсам, минус 4-ке
тең. Енді осы мәліметтерді пайдалана отырып кесте құрамыз. Кестеден кейін функцияның графигін сызамын. Ал енді білім алушылар осы алынған мәліметтерді еске түсіре отырып кестені толтырамыз. Енді бағана қараңыздар, минус шексіздік пен 0 арасында және 2 мен плюс шексіздік арасында функция өспелі дедік. Таңбасын қараймыз, плюс. Онда нерге жазылам? Таңба плюс. Онда таңба 2 мен плюс шексіздің арасында таңба плюс. Ал 0 мен 2-нің арасында функция кемімелі. Кемімелі болса, таңбамыз қандай болды? Минус болды. Таңбамыз минус. Плюс болған кезде функциямыз өспелі екен. Минус болған кезде функциямыз кемімелі екен. Плюс болған кезде функциямыз өспелі. 0 нүктесі максимум нүктесі дедік. Мұнда жазамыз. 0 нүктесінде функцияның мәні 0-ге тең. 2 нүктесінде функциямыздың мәні минус 4-ге тең. 0 нүктесі максимум нүктесі, 2 нүктесі минимум нүктесі. Ал мұны ерде туынды 0-ге айналатын нүктелер, оның мәндері 0-ге тең болады. Енді осы кестедегі мәліметтерді саралай отырып, функцияның графигін сызамын. Ал енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз туынды көмегімен функцияны зерттеп графигін салу болатын. Сендерге Қазешевтің кітабынан 197 беттегі номері 6-7, 6-8 есептерді шығарамыз. Және үйге берілген есептерді шығару барысында дискрипторлармен жұмыс жасаймыз. Дискрипторлар көрсетілген, сол бойынша кестені толтырып, функцияның графигін сызамыз. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет, сау болыңдар.